Юху! Хай достар, қалайсыңдар? Мен сендерге бір-екі оффлайн ойындарды рекомендация етейін деп жатырмын, или рекомендую. Сендерге просмотрларға сәттілік. Бірінші рекомендация ететін ойыным Черепашка ниндзя TMNT ойыны. Shredder Ring деп айталады. Ол Play Market-тен тауып алдым. Ойын небәрі 452 мегабайт. Ойын өте қызықты, мойындау керек. Черепашка ниндзяның атмосферасы бар. Ойында бастаңыз саған 4 герой таңдауға болады. Конечникті классикалық 4 черепашка, қалғандар уже сатып алу керек или ашу керек ойын барысында. Герой таңдағаннан кейін, или персонаж таңдағаннан кейін скин таңдайсың. Және әр геройдың өзінің характеристикасы бар. Speed, power, тағы сондай сияқты. Ойын қызықты және қарапайым, атмосферасы бар, анимация бар, әртүрлі движениялар жасауға болады. Ойынның бірінші бөлімі өйстіп басталады бізде. Мен бірдесен ультамды толтырып алдым, ультама или не білмедім, соны пайдаландым. Клан Фудтың ниндзялар келді и қырып тастадым. И соғыс, короче говоря. Әр ойынның өз атмосферасы мен өзінің ерекшеліктері бар. Ал мына легендарный ойынды білесіздер ме? Angry Birds классикалық версиясы. 2009 жылы шыққан ойын. Ойынның ерекшелігі. Ойында көптеген уровендер бар және әртүрлі локациялар бар. Главный мақсат доңыздарды бәрін жоқ қылу картадағы. Әртүрлі құстар бар, әртүрлі қасиеттері бар. Біреу жарылады, біреу шарға айналады, біреу көпіршік болады, біреу артқа айналады, біреу найзағай шығарады, біреу тез болады. Ойында әрбір уровендер өте көп. Золотой шайк или жұмыртқа. Уровендерді өтуге тырысасың. Бұл ойында дәлдікті және логиканы қосу керек. Ойында әр уровенде 63-ті онға көбейтесің. Где-то 631 бәлі уровен шығады. Ойлансаңдар, 600 уровен өту керек. Бұл минимальный. Ойын өте керемет. Локациялар, динозавр, қала, шахта, бәрі бар. Ал келесі ұсынатын ойын футбол сүйетін жандарға FTS 26 жыл. Ойын не ерекшеленеді? Ойында трансферлер жасауға болады. Кәдімгі трансфер арендаға алуға болады. Или тегін агенттер істейсің. Премьер-лига, Еуропаның клубтары, Саудовская Аравия бар ішінде, Криштиану Роналду. Ла Лигада міне Япиния, Ямалды сатып алған уже. Ямин, Ямал, Исак, тағы Вини Junior сатып алмайды. Представьте, этот трансфер. Өзің арманда командаңды жинап, Еуропаны шулатасың ғой. УЕФА дейді. Бұл жерде сборник командаң или таңдап, сол бойынша тренировка жасай аласың ғой. Тренировка, штрафной теуіп, пенальти теуіп, угловой алып, и құр нападағаа жүр, или қорғанып штрафнойды, или угол қорғанып. Такой атмосфера. Удар, гол. Бізде, конечно, бар, өзің шешесің. Бар емес негіз, камера просто для интерес үшін қараңдар. Бүкіл игрокты көре аласың поляда. Бүкіл игрокты ойлансаңдар. Даже вратаристі. Такой атмосфера бар. Мен камераны ТВ-ға қойып қойдым, өйткені более интересно болу үшін. Удар, гол. Штрафной теуіп көрейік. Петриге берейікші. Петри Поттерге. Давай прямой удар. Штанга өкінішкі. Штанга деп болған үйректір. Давай теуіп. Те таптысаймыз. Пас. Гол. Безершіп кетті. Давайте. Турнирлер бар. УЕФА турнирі. Премьер-лига.
Лига 1, Бундеслига, Лиги Чемпион. Өкінішке орай қайрат жоқ. Стабильный ойнап жатыр. Еуропа лигасы, Чемпионат мира 2026. Я жаңа версиясы шығады, күтетін шығармыз. ФТС 27-сында қосатын шығар Өзбекстанда. Ну, давайте біз Starplay ойнап көрейік. Мен Португалияға қарсы ойнаған болып тұр. Кореецтан келіп жатыр. Мен соңында алсам деп жатырмын. Корея. Сон. Вот. Аспект матч. Хим. Вот. Матч бастаймыз. Вот такой атмосфераны бастады. Игроктар шығуда. Вау. Португалия. Корея. Вот сон бастаған команда. Роналдо бастаған командаға қарсы ойнаймыз. Вот мен главный игрокпын. Главный управлять ете аламыз игрокпен. И гол салуға тырысайық енді. Особо қазір результат болып жатқан жоқ. Бізде Б пас. Гол салып кетті бізде. Бопты ондай болып тұрады. Бізде Б пас, С төбемен пас, А удар. ДЛС ойнаған игроктар болатын болса біледі. Клинтті пустой жүрет пас, андай екі рет пасасын. Пас, гоу, атак, удар. Өкінішке орай сейв жасап қойды. Давай статистиканы көрейік. Вот, камера. Вот, мен өттім, удар. Болмай қапты да. Енді результатты көрейік. Статистиканы өтейік. Владение так себе. Бір удар, менде бір удар. Ассист 0, пас 0, фол 0, сейф 0. Португалияның гол бар екен, бір гол. Есім әсетпемеген оға. Фол 0, бір сейф жасаған. Түсініңдерді ойлаймын. Ойын өзінің ерекшелігімен атмосферасы бар. Ойын қызықты болу үшін ойынға музыка қосуға кеңес беремін. Ойында звукты өшіріп тастайсызда, арнайы плейлист ашып, әрине осы ойын бойынша вот такой жинақтар жинасаңыздар болады. Менде Dance Cool, Love Me Again, Pronya Fire и плюс Love of You, A Shape of You, Protein, Vibration, тағы басқа да қызықты музыкаларым бар. Ойын атмосфера береді, вот. Басқа айтарым жоқ. Келесі ойын бізде әлбетте Майнкрафт. Бұл ойын өзінің ерекше атмосферасымен, ерекше локациялармен, ерекше әдемі жерлермен ойынды еске қалдырады. Көптеген нәрселерді өзің құрастырасың, немесе жасайсың. Ойында өте керемет модтар, ерекшеліктер бар. Ойында және TNT бар. Оны жарып, телефонды қатырсаң болады. Мысалы, былай. Я думаю, вы заметили разницу в объемах, когда был 1 подписчик и 10. Блять. Сейчас будет такой пиздец нахуй. Мне кажется, у меня вообще телефон нахуй не выдержит. Давайте 10-очку подожжем. Блять, надо день сделать, сука, быстрее. Блять. Ебать нахуй. Блять. Пиздец. Ай, блядь! У меня нахуй Майнкрафт завис, блядь! Охуеть! Блядь! Әр ойын өзінің ерекшеліктері болады. Бізде Dance Man ойынын қазақ тілінде көргілерің келе ме?